Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі таныстырылым газет журналдармен жұмыс деп аталады. Яғни оқылым материалдары ретінде газет журналдарды қолдану, олардың материал ретінде қолданудағы маңыздылығы туралы және кейбір әдіс тәсілдерге тоқталып өтеміз. Жалпы енді газет құралдарын қолданудың маңыздылығы неде деген сұраққа жауап беретін болсақ, біріншіден жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастырады, әртүрлі мәдениет салалары туралы ақпарат береді, тілдегі өзгерістер көрініс табады, мысалы жаңа сөздер, ұғымдар, терминдер, оқырмандық сауаттылықты қалыптастырады және аутентті материалдармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Енді газет материалдарын іріктеген кезде біз өзімізге басты мынадай сұрақтарды қояды екенбіз. Мен таңдаған газет материалдары оқушыларыма қызықты бола ма? Екіншіден, мен таңдаған газет материалдары оқушылардың бар білімін кеңейтуге мүмкіндік бере ме? Жалпы осыған дейін олар не біледі? Бұл материал оған тағы да қандай қосымша білім беру мүмкін? Жасына лайықты ма? Үшіншіден, оқу мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік бере ме? Жалпы енді қолымыздағы бар газет материалдарын әдетте кітапханаларда болады, немесе мектепте мұғалімдер әртүрлі газет басылымдарына жазылады. Сол кезде сол жердегі материалдарды бірнеше топқа жіктеп, өзіңізге ыңғайлы топтарға жіктеуге болады. Мысалы, газет рубрикалары бойынша мақалалар, жұлдызнама, хаттар, жаңалықтар, құттықтау, хабарлама, тағы басқа деп осы мақалалар жіктеуге болады. Немесе тақырыптарға байланысты экономика, спорт, саясат, экология деп кете береді. Немесе өзіңізге сөйлеу әрекеттің түрлері бойынша оқылым, жазылым, графиктік ақпарат деп жіктесеңіз болады. Я болмаса жаңа сөздер белгілі бір тақырыпқа байланысты, авторлық қолданыстағы грамматикалық құрылымдар, тұрақты тіркес, жаңа орфографиялық заңдылықтар бойынша да жіктеуге болады. Сонымен қатар сыныптағы оқушылардың жалпы тілдік деңгейі бойынша да тілі жеңіл немесе күрделі материал деп жіктесеңіз болады. Бұлардың барлығы сіздерге газет материалдарын топтастыруға арналған идеялар. Енді сабақта газет материалдарымен қалай жұмыс жасаймыз? Алдымен газет материалдарын дұрыс таңдап алғаннан кейін, оқылым материалдарымен қалай жұмыс жүргізсек, газет материалдарымен де дәл сондай жұмыс жүреді. Яғни алдымен мәтін алды жұмыстар жүргізу, бұл туралы бұл тақырып туралы не білеміз, бұл жерде қандай мәселе көтерілуі мүмкін, және жаңа сөздермен жұмыс. Одан кейін газет материалдары бойынша тапсырмалар әзірлеу, сұрақтар дайындау, мәтінге талдау жасату, стилі жанры бойынша талдау жасату, ақпараттарды іріктеу, жіктеу, яғни көптеген жұмыстар жүргізуге болады. Сонымен қатар әрине мәтін соңғы тапсырмалары жүргізіледі. Газет материалдары бойынша әртүрлі жазылым жұмыстарын, айтылым жұмыстарын ұйымдастыруға болады. Сонымен қатар мұғалім мүмкіндігінше сабақта таңдалған газет материалдарымен бірнеше рет қолданып жұмыс жасай алады. Дәл осы сабақта немесе келесі сабақта да. Енді сабақ үлгісіне келетін болсақ, мысалы, мына жерде жанр, жаңалық деп алдық. Мәтін алды жұмыс кезінде жаңалық материалдары бойынша қандай сұрақтар қойылады, жаңалықтың алғашқы кіріспе бөлімінде ақпараттар қалай ұсынылады деп оқушылардан талқылағаннан кейін келесі осы сұрақтарды түсінуге болады. Не, кім, қайда, қашан, қалай, неге. Яғни жаңалықтың кіріспе бөлімі ең негізгі деген ақпаратты қамтитын оқушыларға түсіндіріп, кейін жаңалық мәтіннің үлгісін ұсынамыз. Жаңағы сұрақ бойынша қарастыратын болсақ, мынау жаңалық материалының алғашқы кіріспе бөлімі. Алматыда Chevron компаниясының қолдауымен Robocon Games атты оқушылар арасында робототехникадан 4-ші республикалық біріншілік өтті.
бір ойын алаңында робототехника чемпионы атағын алу үшін Алматы, Астана, Шымкент, Қарағанды, Екібастұз, Жезқазған қалаларының 30 үздік мектеп командалары жиналды. Енді осы жерде жаңа сұрақты қойсақ, қайда өтті? Біріншіден ол Алматыда өтті. Кім ұйымдастырды? Шеврон компаниясы ұйымдастырды. Ойынға кімдер қатысты? Қанша адам қатысты? 30 үздік мектеп, Алматы, Астана, Шымкент қалаларының мектебі деп осылай сұрақтар арқылы негізгі ақпараттарды алып шығуға болады екен. Келесі бір ұсыныс, әрине жұмыс кезеңіне қарастыратын болсақ, жаңа мәтін алды жұмыс болды ғой. Енді мәтін мен жұмыс кезеңіне алатын болсақ, тақырыпқа сай жаңалықтың бірнеше кіріспелерін оқушыларға береміз. Оқушылар ұсынылған сұрақтар бойынша жауап береді. Тапсырма барысында қиындық туғызған тілдік материал түсіндіріледі. Ол жаңа сөздер, терминдер, белгілі бір ұйымның атаулары болуы мүмкін. Содан кейін оқушылар тапсырманы орындап болған соң, мұғалім әр сұрақ бойынша оқушы жауабын сұрайды, яғни кім, не, қашан, қайда деген сұрақтар бойынша. Немесе бұл сабақ кезеңін өзіңізге ыңғайлы етіп басқаша да ұйымдастыруға болады. Енді мәтін соңғы үлгісіне келетін болсақ, осы жаңалықты жалғастырып қосымша тапсырма беруге болады. Айтылым не жазылым тапсырмасын. Яғни жаңалықты жалғастырып жазып көр, немесе осы жаңалық бойынша өз пікіріңді білдір, немесе осы жаңалыққа ұқсас етіп мектепте болған бір іс-шара туралы жаз деп оқушыға тапсырма беруге болады. Келесі тапсырма бұл газет материалдарындағы телебағдарламалар, хабар, ел арна, Евразия секілді каналдардың бағдарламаларын қолдана отырып, сол бағдарламаларға талдау жасау. Ең алдымен сабақ бастамас бұрын оқушыдан сен сүйікті телеарнаң қай телеарна, сен қай телебағдарламаны ұнатасың, отбасың қай телебағдарламаны көреді деп оқушылармен ой бөлісіп талқылаймыз. Содан кейін оқушыларға бірнеше топқа бөлуге болады, жұпқа бөлуге болады, телеарналардың бағдарламалары беріледі. Оқушылар өздері ұнатқан келесі тақырыптар бойынша, немесе өзіңіз ұсына аласыз, мәдениет саласы, бағдарламалардың қазақ не орыс тілінде ұсынылуы, балаларға арналған бағдарламалар, үлкендерге арналған бағдарламалар, олардың қолайлылығы жөнінде оқушылар анализ жасап, диаграмма құрастырады. Ол үшін біздер қай мақсаттарға сүйенеміз? 7-ші сыныпта оқылым ретінде мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау, тұтас және аралас мәтіндердегі ақпараттарды салыстыру, тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру өңдеу деп аталатын оқылым мақсаттарымен, немесе жазылым мақсаттарымен ұсынылған тақырып бойынша деректерді жинақтай отырып диаграмма, кесте құрастыру, графиктік мәтіндердегі ақпараттарды процесс сипаттап жазу деген секілді оқылым, жазылым оқу мақсаттарын үйлестіріп ұсынуға болады. Мысалы, өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде әртүрлі газеттерден алынған теле бағдарламалардың үлгісі. Осыны біз оқушыға береміз. Енді бұны ғаламтордан да алуға болады, бірақ газет материалдарымен жұмыс жасаған кезде негізінен кәдімгі газет материалдарының өзін қиып оқушының алдына әкелген дұрыс. Енді оқушылардың жұмысының үлгісі ретінде мысалы қарастыруға болады. Жаңалықтар орыс тілінде көп беріледі, қазақ тілінде аз беріледі, немесе фильмдер орыс тілінде көп беріледі, қазақ тілінде аз беріледі. Бір апта тұрғысынан да қарастыруға болады. Қазақша фильмдер, қазақ тіліндегі фильмдер қаншалықты оқырмандар, тыңдармандар қарайтын кезде ұсынылады екен. Осындай етіп оқушыларға талдатуға болады. Енді оқушылар талдап болғаннан кейін сынып алдына шығып зерттеулерін сынып алдына таныстырады, талдаулар бойынша өз қорытындысын жасайды, яғни шешімін айтады. Содан кейін сөйлеуші топқа тыңдаушы топтар сұрақ қояды. Ол белгілі бір бағдарлама бойынша болуы мүмкін, немесе диаграмма бойынша болуы мүмкін. Мұғалім оқушылардың таныстырылымы, жұмысы бойынша өз кері байланысын береді.
көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.